Солтүстік Қазақстан флора мен фаунаға бай ормандар, өзендер мен көлдер өлкесі. Жыл сайын солтүстік Қазақстан өңірінің инфраструктурасы жақсарып, мұндағы демалыс бірқатар көрсеткіштер негізінде көптеген туристерді қанағаттандырады. Халқаның кербез сұлу Көкшетау деп Сакен Сейфуллин ағамыз бекерден айтқан жоқ. 80 көліміз деген. 80 көл ол тек қана мынау Бурабайдың маңында. Ал 800 көл бар шығар деп ойлаймын. Сондықтан тауларымыз да бар, арқа да бар, әдемі жерлер де бар деген сияқты. Және осы жерден шыққан көп белгілі тұлғалар бар. Хандардан бастап, батырлардан, ақын жазушылармен бітірсек, балуандармен деген сияқты. Ақын Сері, Біржан Салы, Гүл Ибрай, Шоқан, Кенесары, Абылай хан осы жерде хандық құрған деген сияқты. Сондықтан аңыздар көп, әдемі жерлер де көп, таулар да бар деген сияқты. Сондықтан тұнып тұрған кәдімгі бір тарих деп айтсақ та қателеспейміз. Көлдеріміз де жартылай тұзшы, жартылай шипалы деген сияқты. Көп көлдеріміз бар деген сияқты. Сондықтан бұл жерге келген азамат бір демалса қайта-қайта келгісі кеп тұрады деген сияқты. Сондықтан потенциалы өте зор. Осындай демалыстың жарқын мысалы ретінде Бурабай демалыс аймағын атауға болады. Бурабай ұлттық саябағы немесе Боровойы Нұр-Сұлтан қаласынан ыңғайлы жоғары жылдамдықты трасса арқылы 3 сағаттық қашықтықта орналасқан. Нұр-Сұлтанның туристік фирмалары туристерге Бурабайға сапардың алуан түрлі жолдарын ұсынады. Шипажайларда не жалдамалы, үйлерде бір күндіктен бір айлық жолдамаларға дейін. Бурабайдың ерекшелігі табиғатының көз тартар сұлулығы, ауасының тазалығы таңғаларлық. Оған қоса таулар, мөлдір таза көлдер мен ормандары нағыз жазира көгал болып көрінеді. Бурабай ұлттық саябағында 14 ірі көлдер орналасқан. Соның ішінде Бурабай, Шортанды, Қотыркөл және басқа да көптеген ұсақ көлдер. Бурабай өлкесінде көптеген қонақ үйлер, демалыс орындары мен шипажайлар бар. Олардың бағалары туристің қандай қызмет түрін пайдалануына байланысты. Ол жерде 5 жұлдызды қонақ үйлерден бастап, қолайлы үйлерге дейін жалға беріледі. Біз қалаған кезде осы жанұялық демалысқа ыңғайлы болсын деп әрекеттенгенбіз. Мынау мысалға жіп саябағы бар бізде әдемі, балаларға арналған көп нәрсе бар деген сияқты, ойын сауық. Одан қалды мынау көлдің ең бірінші қатарында болған соң бұл жерде бізде кәдімгі желкенмен жүретін яхталарымыз бар, неше түрлі. Катамарандарымыздың өзі Түркияның Измир қаласынан алынған, мұхитқа арналған. Сондықтан ешқашан аударылмайды деген сөз. Сондықтан қауіпсіздікқа көп көңіл бөлеміз деген сияқты. Сондықтан енді 4-ші сезон өтті, Құдайға шүкір, жылдан жылға демалушылардың да саны аз емес. Бұл жерде енді қарағайдың арасында болған соң өкпе ауруларына жақсы шипалы нәрселер деген сияқты неше түрлі аллергиялардың түрі бар, көбейіп кеткен мысалға. Бұл жерде ауа таза. Өзенді көлінің суы ерекше шипалы. Кәдімгі ішінде аздап радон да бар деген сияқты. Жалпы білесіздер, Көкшетау өңірінде көп уран шахталары бар. Сәл радиация бар деген сөз. Енді радиация кішкентай мөлшерде ол кәдімгі ем. Сондықтан басқа өңірлерден енді асып түспейді, бірақ та жаман емес деп ойлаймын. Келген адамдар өкінбейді. Қазақстанның солтүстік өңірде өзіндік тарихи орындарымен, мәдени орындарымен, табиғатымен көптеген туристерге көрсететін орындармен мақтаналады. Солтүстік Қазақстанға Астана арқылы сапарлап барған адам алғаш болып Ақмола облысындағы Алжир, кешегі
зұлмат заманның өшпес ізі болған. Ақмола отанын сатқандардың әйелдерін қамаған түрменің орны, сонда мұражай бар арналған. Ал жер деп аталады, өте керемет жер. Енді адам баласы барып көрген кезде, кез келген саяхатшы болсын, жай қарапайым тұрғын болсын, өне бойын шымырлатпай жібермейді. Көзіңе жас алдырады. Сол кездегі бабаларымыздың, ағайын туыстарымыздың, сол ғасырдағы өмір сүрген адамдардың көрген зұлматы сол мұражайда тереңінен қойылымдар арқылы, сол таңбалар арқылы, тарихи деректер арқылы жақсы суреттелген. Одан шыққан бойда Көкшетау өңірі, Зеренді аймағы, мынау солтүстік өңірдің керемет тамаша табиғаттарын тамашалай отырып, көптеген тарихи тұлғалар қазақтың тарихындағы Біржан Сал, Балуан Шолақ, осы сияқты Айғаным мысалы кешені, кешегі Абылай ханның үлкен ұлы Уәлидің 4-ші әйелі болған Айғанымның сол кездегі тарихи тұлға 30 жыл бойы ел басқарып, сол кездегі бірінші Ресей патшасына хат жазу арқылы 5000 рубль алдырып салдырған өзінің кешені қазіргі тұрғыда тарихи нысан ретінде кез келген туристі тамсандырып қоятын мекенге айналып жатыр. Солтүстік өңіріне сапар шеккен адам бір күннен 10 күнге дейін аралап шығады. Тіпті одан да көп болуы мүмкін. Жүрісіне қарай ол велосипедпен жүруі де мүмкін, ол жаяуда жүруі мүмкін, ол жол талғамайтын көлікпен де жүруі мүмкін. Жаз мезгілі болсын, көктем болсын, күз болсын, қыс болсын, солтүстік жері өзінің табиғатымен, қоршаған ортасымен, көрікті мекендерімен, аласа бойлы тауларымен, балқарағайлы ормандарымен, аққайыңды алқаптарымен таңғалдырады. Солтүстіктегі көрікті мекендердің бірі болып саналатын Зеренді көліне Көкшетау қаласы арқылы бару ыңғайлы. Нұр-Сұлтаннан Зерендіге дейін жеңіл көлік немесе автобус арқылы 310 км құрап, 3-4 сағат уақыт алады. Зеренді табиғаты Бурабайға өте ұқсас. Өңірге өздерінен жоғарыда арнайы төбелер мен тау жерлерінен тұратын жазықтар тән болып келеді. Бұл жасыл аймақ тынық ормандарымен, хош иісті шөптерімен және қайың қарағай сұлулығымен көз тартады. Көлде мекендейтін шортан, рейпус, тұқы, мөңке балық, алабұға, торта балықтары өлкенің барлық балықшыларының көздерін қыздырады. Солтүстік аймақтағы туристерге өзінің тарихи, мәдени мазмұнымен қызықты болатын аймақтар да көп. Солардың бірі Біржан Сал ауданы. Ол Арқа аралы, Ақмола облысының солтүстік бөлігінде орналасқан биік тау, ну орман, жазық дала аралас, өзен көлге бай өлке. Қазақ ән өнерінің биігі Біржан Сал Қожағұлұлының есімін иеленген ауданның тарихы да, табиғаты да бай. Абылайдың қара жолы көлденен қиып өтетін аудан аумағында Анытқожа, Аңғал батырлар, Шәймерден Қосшығұлұлы, Шәрәпи Әлжанов, Рамазан Елебаев сынды өз дәуірінің қайраткер тұлғалары туып өскен. Аудан орталығы бір заманда Қазақстанның индустрия орталықтарының бірі болған Степняк қаласы тұрған жер Біржан Салдың атасы Қожағұлдың құтты қонысы, 2 ғасыр жүзінде алтын өндіру қызу жүргізілген еңбек майданының куәсі. Біржан Сал Қожағұлұлы 1834 жылы Ақмола облысы еңбекшілер ауданында дүниеге келіп, 63 жасында туған жерінде қайтыс болады. Ол бозбала кезінен бастап ақын әншілердің жанында жүріп, той думанның сәніне айналады. Шөже, сегіз сері, арыстан, оның ұстаздары. 31 жасында Абаймен кездесуі оның шығармашылығына үлкен әсер етеді. Біржан Сал қазақтың халық музыкасын, дәстүрлі өнерін жаңа бір белеске көтерген, оны толықтырған ірі тұлға. Ақан сері, Балуан Шолақ, Жаяу Мұса оның өнерін жалғастырған өнерпаздар. Біржан жас бала кезінде ауыл молдасы Жақыптан оқып, ескі араб әрпінде хат танып, сауатын ашады. Әр қарайғы уақытта Қожағұл би 7 жасар немересі Біржанды арнайы апарып,
өзінің бұрынғы қонысы Бүркеу жақтағы Болатнай медресесіне оқуға береді. Ол қазіргі солтүстік Қазақстан облысының Преснов ауданындағы Ново-Рыбинка селосының орнындағы қазақ, татар, орыс халықтарының өкілдері аралас тұрған қалашық. Оның маңында үлкен жәрмеңке болған. Біржан Сал онда медресені ашқан иесі әрі сол медреседе дәріс беретін ұстаз Керей Ырғызбекұлының үйінде тұрып оқиды. Біржан Қызылжар медресесін өте жақсы оқып бітірген. Араб, парсы, көне түрік тілдерін үйренген. Қожағұл Қазы сүйікті немересі Біржанға өзі рұқсат етіп, атбегілік пен құсбегілікті және басқа да өнер түрлерін үйрену үшін оны 8 сері тобына қосады. 1842 жылы жазда Біржан ақын атасы Қожағұл биден өнер жолына бір жолата түсу үшін рұқсат сұрап, батасын алады. Біржан 17 жасында Көкшетау дуананың сол кездегі аға сұлтаны Атығайдың Құдайберді руының Аңдағұл әулетінен шыққан Зілғара Байтоқалұлы мырзаның ортаншы қызы Балқаш сұлуды алады. Оған арнап «Ғашығым, Балқаш» атты әндерін шығарады. Біржан Сал өзінің әндерінде өз өмір кешкен заманның толғаныстарын, түрлі мәселелерін, адамгершілік пен ізгілік қасиеттерді, махаббатты жырлайды. Оны алғашқы әндерінің бірі Біржан Сал. Бұл әнде сал серлік өнер де, жастық от жалын да, махаббат та, сұлулыққа құмарлық та бар. 2012 жылы Ақмола облысындағы Степняк қаласында Біржан Сал мемориалдық кешені ашылады. Бұл кешен қаланың ең жоғарғы нүктесінде орналасқан, сәулет композициясы болып табылады. Ұлы сазгердің жерлестері жинаған қайырымдылық қаражатына салынған. Солтүстік өңірді сал серлік өнердің ордасы деп тегін айтпаймыз. Бұл жерде қазақтың біртуар балуаны Балуан Шолақ дүниеге келген. Балуан Шолақ жауырыны жерге тимеген балуан. Бүкіл қазақ даласына есімі кең тараған сазгер. Бала кезінде саусағын үсіп алғандықтан, ел оны еркелетіп Балуан Шолақ деп атап кеткен. Ал азан шақырылып қойған аты Нұрмағамбет. Бұған қоса Балуан Шолақ бала кезінен ән күйге құмар болған. Уақыт өте келе, жас балуан бұл екі өнерді өз бойында қатар дамытқан. Батырға өмір берген Баймырза мен Қалампыр қайтыс болғаннан кейін Нұрмағамбет өз өмірін Ғаникей деген қызбен байланыстырып, қасына әнші күйші палуандарды, өнерлі жастарды жинап алып, ел аралап салдық құрады. Балуан Шолақ Біржан Салды ұстаз көріп, ақан серінің әндерін тамаша орындаған. Бұл кісілердің шеберліктерін берік ұстанып, уақыт өте келе өзі де ән шығара бастаған. Батырымыз қазақтың әншілік өнерінің дамуына айтарлықтай үлес қосып, жарыққа теңдесі жоқ туындыларды әкелген. Әнші сазгер Көкшетау, Қараөткел, Қарқаралы, Сарысу маңындағы барлық елді мекендерді аралап, қазақ өлеңдерін бүкіл өлкеге таратқан. Бүгінде белгілі балуанға Бұранды ауданы Воздвиженка селосында тұрғызылған кешен бар. Көкшетаудан Қызылжарды бетке алып шыққанда жолда Сырымбет ауылы кездеседі. Бұл өңірдің тарихы қазақ тарихы үшін аса маңызды. Төрелер тұқымы мекен етіп, өзіне орда еткен киелі жерде Айғаным ханымның қонысы бар. Бүгінгі күні осы қоныс өткен тарихымыздың куәсі болып, сыр шертеді. Қоныс иесі Айғаным Абылай ханның Қарақалпақтан алған әйелінен туған Уәли деген баласының 4-ші әйелі. Тарихта Абылай дүниеден өткеннен кейін билікті Уәли алғаны белгілі. Айғаным Уәлидің ең жас тоқалы. Айғанымды алғанда Уәлидің жасы 50-де болса керек. Айғанымның өзі Есіл бойын мекен етіп отырған атақты Мәлім қажының ұлы Сарғалдақтың қызы. 4-ші атадан атақты жазушы Мұхтар Әуезов осы Айғаным ханыммен туысады. Айғанымның сұлулығын Уәли алғаш рет Есілдегі жер дауын шешуге Сарғалдақ қожаның үйіне барғанда көреді. Уәли егде тартса да Сарғалдақтың қызының ажарын көріп көңіл ауады. Елге оралып, кейін айттыруға сенімді кісілерін аттандырады. Айттыруға келген кісілердің сөзін тыңдаған жас қыз Уәлиге талап қойып, сәлем айтып жібереді. Талап еткені, егер Уәли шынымен маған үйленгісі келсе, онда билік ордасын Есіл өзеніне жақын көшірсін деген еді. Айғанымның осындай талап қоюының басты себебі Уәлидің одан бұрын алған
Көкшетауда мекен ететін 3 әйелмен қатар қоныстанып отырмау болатын. Қулығын асырған жас қыз Уәлиге дегенін жасатып, билік ордасын Көкшетаудағы Қызылағаштан Есіл өзені бойындағы Сырымбетке көшіртеді. Сырымбеттегі ордада 15 жылдай отасқаннан кейін Уәли 1819 жылы дүниеден өтеді. Ақылды ханым жесір қалғанына жасымай, билік үшін күресуге бел буады. Барынша күшін салып, биліктен айрылмаған, қазақтың қызына тән өр рухты көрсеткен Айғаным ханым туралы деректерге тоқталсақ, ол 1783 жылы дүниеге келген. Анасы өзбек қызы болған, әкесі сарғалдақ көзі ашық адам болып, Айғанымның білім алуына жағдай жасайды. Ол араб, парсы, шағатай, орыс тілдерін жетік меңгереді. Сол кездері орыс ақсүйектерінің сәніне айналған француз тілінде үйренеді. Шығыс тарихы мен фәлсафасын жатқа біледі. Сол біліммен ол Уәлидің әйелі ғана емес, кеңесшісі, ішкі және сыртқы мәселелерді шешудегі бас ақылшысына да айналған еді. Сондықтан оны билікке тосынан келді деуге болмайды. Уәлиге ақылшы бола білген Айғаным ханым осындай білімі мен табандылық арқасында билікті өз күшінде сақтап тұралды. Онысынан нәтиже де шығарды. Бірінші Александрдың атына хат жазып, Сырымбеттен өзіне құны 5000 рубльге тең қоныс салдыртады. Қонысты салуға осы мекенді Айғаным ханымның өзі таңдаған көрінеді. Таудың етегінде орналасқан Маңайы бұлақтың сыңғырына бөлінген мекеннің көркі шынында керемет еді. Нағыз ақсүйектерге лайық мекен. Айғаным ханымның мұндай қоныс салдыруы көшпенділіктен отырықшылдыққа ауысудың алғашқы қадамы еді. Ол Ресейден шеберлер шақырып 10 бөлмелі үй, медресе, мешіт салғызады. Бай кедейіне қарамай дарынды балалардың барлығын жинап, осы медреседе оқытады. Онда өнер сабағы, орыс тіл сабағы дүниетану өтеді. Үйдің ішін батыстың үлгісінде етіп жасатып, жібек перделер ілгізіп, Қытайдан вазалар алғызады. Ал егіншілікпен айналысу үшін Ресейден бүкіл құрал саймандарды сатқызып алғызады. Айғаным ханымның бұл қонысында атақты қазақ болыстары, серілері мен ақын жыраулары жиі болған. Атақты Құнанбайдың өзі қонысқа табан тіреген. Құнанбай ел ішіндегі дауға байланысты омбыға тергеуге шақырылғанда, осы Айғаным Шоқанды ортаға салып, аман алып қалған екен. Қоныстағы шаңырақтан дәм татқандардың қатарында Орынбай, Арыстанбай, Шөже, Жанақ секілді өз дәуірінің дүлдүлдері бар еді. Шоқан осы жерде атақты Жанақ ақыннан тәрбие алып, қазақтың лирикалық эпосы Қозы-көрпеш Баян сұлуды небәрі 6 жасында жаттап алғаны тарихтан белгілі. Шоқанның алғашқы прозалары мен едіге, ергөкше дастандары туралы жазбалары осы Сырымбетте жазылған. Шоқан 14 жасқа келгенде Айғаным ханым оны омбыға, кадет корпусына оқуға жібереді. Ал Шоқанның ол жерден қандай білім алып, қазақ тарихында өшпес із қалдырғаны өз алдына бір тақырып. Шоқанда әжесі Айғаным сурет салуға, мүсін жасауға да баулыған. Шоқан салған бір суретте Сырымбеттің тауы бейнеленгенін білеміз. Кейіннен сурет салуды өзінің үйреншікті ісіне айналдырады. Немересіне ақсүйектік тәрбие беріп, білім нәрмен қандырып, оның саяси қайраткер болуын қалаған Айғаным Шоқанның нағыз азамат болып қалыптасқан шағын көре алмады. 1853 жылы Шоқан 18 жасқа толғанда Айғаным ханым дүниеден өтеді. Айғаным ханым қазақ тарихы мен қазақ қоғамына ерекше үлес қосқан адамдардың бірі. Оның мұражайында керемет жәдігерлермен қатар Шоқанның барлық қолжазбалары сақталған. Жалпы мұражайда 8000-ға тарта жәдігер бар. Олардың қатарында Айғаным ханымның самаурындары, сандықтары, ыдыс-аяқтары бар. Өкінішке орай 1933 жылы Кеңес үкіметі тұсында бұл мұражайды қиратып тастаған. Тек қана 1993 жылы елбасының қолдауымен мұражай қайта қалпына келтіріліп, ішіндегі жәдігерлері реттелген. Қазіргі таңда бұл мұражайға қазақ туристермен қатар ақш, Түркия шетелден келген туристер де қызыға келуде. Солтүстік өңірінде ішкі туризм бағытында жан-жақты жұмыстар жасауға болады. Ол біріншіден тарихи тұрғыда танымдық экскурсиялық бағыт.
Екіншіден, сол кешендердің өзінде түнеу арқылы көптеген қазақтың салт дәстүрлерімен, барымен, болмысымен, сол кездегі өмір сүрген адамдардың тұрмыс тіршілігімен танысу арқылы қазақтың өміріне 1-2 күн бойы сапарлап, этнографиялық, экологиялық сапарларды жасауына болады. Сол бағыттағы экологиялық, этнографиялық туризмді қалыптастыруына бір септігін тигізеді. Солтүстік өңіріндегі көлдер жүйесінде өте бір тамаша сондай демалыс жағажай, суда жүзу, қайықпен жүзу, катамаранмен, немесе су мотоциклдермен жүзу арқылы судың жағасындағы жағажай туризмін дамытуға өте бір сондай керемет жағдай жасалған орындар баршылық. Солтүстік өңірі кешегі Абылай ханның заманынан бүгінгі күнге дейін өзінің тарихи кезеңдерімен, оқиғаларымен, тарихи нысандарымен талай тамсандырады. Біржан Салдың сал серілердің этнофестивалін өткізуге болады. Балуан Шолақтың қазақша күрестен фестивальдарын өткізуге болады. Сол жердегі ақан серінің Балғадишамен кездесуі, ақан серінің өмірі, тыныс тіршілігі, соның тұлпарды баптауы, мына жылқы малының сол жердегі бапталғаны, кешегі Ботай мәдениетінен бастап алған 100 мыңнан астам жылқыны ғалымдардың зерттеуі, Ботай мәдениеті бүкіл әлемге қазақ даласында жылқы малын алғаш қолға үйретілген мекен ретінде танылуы, осының барлығы ізбасар ретінде ақан серінің өміріне жан-жақты терең бойлатып, ақан серінің өмірімен таныстыру арқылы тарихи танымды, тағылымды, таныстырылымдық экскурсияны жұмысын жүргізуге болады. Балуан Шолақтың мекенінде болуға болады, Біржан Салдың мекенінде болуға болады. Айғанның кешенінде осы мекендердің барлығын аралай отырып, ішкі туризмде солтүстік өңірдің үлкен жоғары потенциалға ие екенін көруге болады.